Осындай әдемі, нәзік қыздың адам ұратынына кім сенеді деп жазыпты. Төбелескім келеді дедім. Иә. Төбелескім келеді болды дедім. Рингке шығып жатыр, бойы кішкентай, көрініп тұр да, күші көп. Мен апарып ұзынмын шығамда, мәссаған деймін. Анам ауырып жатқан ол кезде. Сол кезде қарызға кіріп қыздардан үлкен сома алған болатын. Анам кеткен кезінде айтқан болатын, сенің тұрмыс құрғаныңды көрмей кетті ғой деп. Алла соңғы рет қашан ғашық болды? Боксерларға ондай сұрақ қоймады. Алыс отырған жақсы болды. Кеттік, бастадық. Сәлем достар, бұл кездесу студияда Наргиз Ибрагим және мен Жандәурен Мәди. Баршаңызға сәлем достар, қалайсыздар? Бүгінгі кездесудің қонағы бокстан 2 дүркін әлем чемпионы Алуа Балқыбекова. Қош келдіңіз. Рахмет үлкен Ең шақыруларыңызға. алдымен жеңісіңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Және сондай-ақ президентіміздің қолын алдыңыз жақында. Сіздің де қолыңызды алып қоюға рұқсат па? Әрине. Рахмет. Я, қош келдіңіз, Алуа ханым. Қалай жеттіңіз? Көңіл күй бәрі жақсы ма? Көңіл күй өте жоғары, өте жақсы жеттік. Барлығын әйтеуір Құдайға шүкір атқарып шықтық десем болады. Барлық жаққа кіріп шықтық, шақырған жерлердің барына қабылдауларға. Өте күшті көңіл күйде болдық. Халқымызда көтеріп жатыр, мысалы, оларға да көп рахмет. Солай. Шаршаған жоқсыз ба? Негізінде енді өте қатты шаршадық жолдан кейін. Келе сала әлі өзіміздің отбасымызбен болып үлгерген жоқпыз. Одан кейін Астанаға жол тарттық. Ол жақта да енді қарбалас болды, бірінен кейін бір кездесулер, медиа, бәріне үлгеруге тырыстық. Енді бұл болып жатқан сәттердің барлығы шаршасақ та кейінгі өзіміздің негізі армандаған сәттер ғой, былай айтқанда. Бәрі орындалып жатыр. Аллаға шүкір. Бокстан 1 жылдың ішінде 2 рет әлем чемпионы атандыңыз. Бұл әркімнің қолынан келе бермейтін нәрсе. Негізі қаншама еңбекті, қаншама маңдай терді талап етеді. Бокс қалай басталды сіздің өміріңізде? Қанша жасыңыздан бастап айналысасыз бокспен? Бокспен 14 жасымнан бастап айналсам, 2011 жылы бастаған болатынмын. Негізі кәсіби спортты бастаған кезім ол 2009 жыл кикбоксингтан бастағанмын. Бірінші бапкерім Чеңгелбаев Мейірбек. Екеуміз 21 жылға дейін бірге жұмыс жасап келдік Тараз қаласында. Сол 2011 жылы біздегі Тараз қаласындағы Ерік Алғабек деген бапкеріміз айтқан болатын, бокстан шығып көресің ба деп. Сол кезде ойланып қалғанбыз, Қазақстан чемпионы болсаң, кейін әлем чемпионатына Түркияға барасың деген. Ол енді арман ғой, шетел көрмегенбіз. Таразда жүрсіз. Шетел көрмегенбіз, бірінші рет Түркияға, Анталия деп, күшті деп. Енді бір қол жетімсіз бір арман сияқты болды негізінде. Сөйтіп Қазақстан чемпионатын жеңдім. Қай жылдары? 2011 жылы. 2009-да келдіңіз сіз Кикбоксинг. Кикбоксингқа. Сосын кикбокстан Қазақстан чемпионатын жеңдіңіз ба? Кикбокстан негізінде 2011-ден, 2009-дан 2012 жылға дейін Қазақстан чемпионатына қатысқанмын. Бірге алып жүруге тырысып жүрдім, бокспен бірге. Бірақ кейін Қазақстан құрама командасына кіргеннен кейін бокстан енді біздегі бокс ол бірінші приоритетте ғой негізінде. Сондықтан да енді құрама командаға кіріп жатқаннан кейін екі жақты алып жүру өте қиын. Өйткені біз оқу-жаттығу жиындарында боламыз, жарыстарда көп боламыз. Кикбоксингта ондай көп жарыс болмаған ол кезде. Ондай қатты дамымаған етін. Қазір кішкене болса да бір дамып келе жатыр ғой, көп жарыстар болып. Бірақ ол кезде ондай көп емес етін. Сондықтан да көбінесе жаңағы бас бапкеріміз Болат Ниязымбетов деген Атланта олимпиадасының қола жүлдегері біздің бас бапкеріміз болған. Жасөспіріміз ғой, сол кезде айтып кеткен болатын, сендер еліміздің атын шығарып жатқан спортшыларсыңдар, бір спортты таңдау керексіңдер, екі кеменің басын ұстаған суға кетер демекші.
бір нәрсені дұрыстап ал, бір жағынан нәтижеге жетіп ал деген сияқты рұқсатын бермеген. Жаңағы ары қарай кикбоксингті да алып жүруге. Сондықтан да бір жақты болып кеттік. Негізінде мен кішкентай кезімде бірінші, екінші сыныптарда ДШ-ға қатыспағанмын. Дене шынықтыруға қатыспағанмын. Негізі болмайтын маған. ВКК деген справка бар. Иә. Негізі қатыспағанмын мен. Сөйтіп, үшінші сыныпқа келген кезде ата-анама айтамын ғой, мен барамын. Не болса да барам. Мен жаңағы сыныпта отырғым келмейді, ішім пысады, мен де жүгіргім келеді деп сөйтіп айтатын. Сөйтіп кейін анам шешімін қабылдап жақсы жарайды деп жіберген болатын. Сол кезден бастап жаңа үшінші сыныпта сол дене шынықтыру ағаймен танысып, сол кезде балалармен жүгіруден жарыс озып сөйтіп кететін. Сол кезде ол айтатын, биге қатысқың келе ма, маған қарай кел деп, жүгіруден жарыстарға барып көрейік деп мені тартатын. Бахром Такасыныч деген кісі өзі дұнған болатын. Сөйтіп биге қатыстым, одан кейінгі 4-ші сыныптан кейін үлкендерге ауысамыз ғой біз. Мектепте сол барлығын бірге алып жүрмін ғой әйтеуір. Неге бардым? Вокалға бардым. Өзі бізде музыкадан беретін апай бар етін. Қонаққа де сұраймыз қазір. Ән айтып. Сөйтіп ол жаққа қатыстым. Ол жерде де 1-2 жыл қатысып жүрдім. Ол апайым деген спорт жолында жүрген кезімде жаңағы тренировкама асығып баратырмын, мен бүгін келе алмаймын вокалға десем ренжейтін маған. Менің бөлем каратэге қатысатын. Сөйтіп жаңағы каталар тапсыратын, поездар алып ататын, маған қызық етін. Сосын олар андай туысқандар келсе көрсетеді, мінекей поезд алып деп. Иә, сондай күшті. Одан бөлек біз неге баратын сондай орысша айтқанда показательный деп көрсететін да, мысалы бір күшті шаралар болып жатқан кезде сол каратисттерді шақырып, олар дегеннен ағаштар сындырып сөйтіп жататын. Сөйтіп әкем екеуміз бірге барып соның бәрін көретінбіз ғой. Маған қызық болатын. Сол мен әкем айтатын, мен де барайыншы, мен де барғым келеді деп сол кезде маған айтатын. Каратэ қыздарға болмайды, өте ауыр деп сөйтетін. Ол жақта енді ондай бөлінеді ғой каратэ. Ол шынкай етін, ол жерде не жоқ, қолғап жоқ, шлем жоқ деген сияқты. Сондықтан да әкем рұқсатын бермеген. Кейін өзі айтатын, джудоға барсаң, иықтарың бүйтіп кетеді. Ватербол бар ғой бізде, мысалы, джудо бар. Оған барсаң да иығың үлкен болып кетеді деп сөйтетін маған. Сосын енді айкидоға бар деді. Сөйтіп ең ұзақ барған, енді басындағы ұзақ барған сондағы 2 ай ма айкидоға бардым. Енді о жақта жүрдім. Енді о жақта әдіс тәсілдерге үйренесің. О жақта ешкім ұрмайды сені көбінде. Саған жаңағы өтірік пышақпен жүгіреді, сен әдіс тәсілдер жасап құлатасың деген сияқты сондай ғой. Сөйтіп жарыстарға барған кезде де сол приемдарда сен жаңағы әдіс тәсілдерді тапсыру керексің, жаңағы поездар алу үшін белбеулерді. Сөйтіп ұнамайды дедім мен әкеме 1 айдан кейін. Сөйтіп едім, мен келесі айға төлеп қойдым ғой деп бүйтіп отыратын, бару керексің деп. Мен негізі ролик тепкен жақсы көремін. Сөйтіп бізде Тараз қаласында өзіңіз білетін шығарсыз, Тараздамын деп отырсыз. Роликпен жарысатынбыз таяда. Президенттік парк бар ғой, сол жаққа барып, ана 2 жақтандай несі бар емес, горка сияқты. Иә, сол жақтан түсіп сөйтіп жүретін. Бір күні сөйтіп айдап жүрген кезде, енді ол кезде мектептің енді бітейін деп жатқан кездері құлап қаламын ғой. Құлаймын, қолыма қойым. Өйтіп қатты құламағам оған дейін 5-ші сыныпта. Сөйтіп орнымнан тұрып атсам, қолым қатты ауырып неседі. Сөйтіп ертесіне қолым ісіп кетті. Сөйтіп барып рентген түсірдік. Сөйтсек қолым сынған екен. Сынған ба? Сынып кеткен. Мен жылап бармаймын деймін ғой рентгенге. Мен қолым сынды, маған гипс салды деймін. Әкеме сөйтсем, ол жоқ, ондай емес, сен қолың қимылдата алмай қаласың деп сөйткен маған. Сөйтсек сынып кеткен екен шын мәнінде. Сөйтіп бір жағынан жаңағы гипс салғанына жылап, екінші жағынан зато айкидоға бармайтын болдым деймін. Қуанып. Айкидоға бармайтын болдым ғой деймін. Сөйтіп папам сол кезде күліп, одан кейін гипстің бәрін шештік. 6-ші сыныптың басында
мен айттым, мен бір спортқа барғым келеді, мен жарысқа қатысқым келеді, төбелескім келеді дедім. Иә. Төбелескім келеді болды дедім. Өйткені мектепте өзім ұлдармен төбелесіп қала беретінмін. Ана ұлдар қыздарға тиіседі ғой, қыздар майысып, қашқанын жақсы көретін, мен жүк көретінмін, оның қыздарға тиісіп жатса, оларға көмектесіп, тиіспей оған деп сөйтіп жүрем. Олар балалар соған жынданатын, сөйтіп менімен ерегісіп қалады, сөйтіп төбелесіп кететінбіз. Сондай болатын, сөйтіп жүріп әйтеуір спортқа қатысқым келеді дедім. Сөйтіп кейін әкемнің жан досы бар, соның қызы кикбоксингке қатысып жүрген еді. Әсем Қуандық деген. Қазір енді бала шағасы бар, енді үйінде жұмыс жасап жатыр. Ол кезде ол кикбоксингтан 2 дүркін Қазақстан чемпионы еді, және де бокстан Қазақстан чемпионы еді. Жастар арасында. Сөйтіп әкем енді сол қызбен бірге бір кикбоксингке барсай деп сөйткен. Сөйтіп бірге барып, сол жақта қалып кеттім. Боксқа кеткенде қарсы болмады ма ата-анаңыз? Жоқ, мүлде қарсы болған жоқ. Негізі әкем де, анам да толықтай қолдап отырды. Алуа, бокстағы ең алғашқы жеңісіңіз есіңізде ме? Ең алғашқы жеңісім әрине есімде. Қай жылдары? 2011 жылы. Қандай салмақтайдыңыз ол кезде? Ол кезде 44 келі. 44 келі. Ол кезде мен салмам 44 келі жетпейтін. 42 жарым, 43 сондай болып жүргенмін. Сол 44 келіде ең бірінші қарсыласым Ақмоланың қызы болған едім. Сол қызбен кездескем. Ол енді жаңағы рингке шығып жатыр, бойы кішкентай. Бірақ деген көрініп тұр да, күші көп. Мен апарып ұзынның шығамда мәссаған деймін. Көріп, кәдімгідей бір іштей бір уайым болып кетті ана жерде. Сөйтіп... И болды, мен ұтылдым деген жоқсыз ба? Жоқ, ондай болған жоқ. Сөйтіп бізде ол кезде кішкентайлардың арасында жақсы бір соққы берсең, жекпе-жек тоқтатылатын. Ары қарай дамытпайтын ол жақтарын. Сол үшін сол кезде апперкот ұрғаным есімде, жақсы болып, соққы болып тиді. Сол кезде төреші апперкот төменен ба? Иә, төменен. Бұлай, негізі бар ғой. Дұрыс қой, енді бойы кішкентай болса, басқа қалай ұрасың. Негізі ана қыз бұлай ұру керек еді, бірақ сіз ол тәсілді сіз пайдаланып кеттіңіз. Не көрдің ба? Шеберлік деген осы. Сол кезде бірінші рет Таразға қайтып келген кезімізде мені айлыққа отырғызған. Айлығым 9000 теңге болған сол. Күшті ғой, бәрібір ойлаңызшы, мен 14 жасар қызбын, мектепте оқимын, бірақ айлығым бар. 9000 теңге. Ата-анаңыздың айлығы ол кезде қанша еді? Ол кезде есімде жоқ шын мәнінде. Бірақ анамның сөзі бар. Өзі айлық алады, бірақ бізге береді, бірақ 2 есе қылып алып алады. Енді бірдеңе алып беріңіздер деп айтамын ғой. Жаңағы спортқа байланысты бір киімдер алып беріңізші деп айтқан кезде, сол кезде анам айтады, 2 есе қылып алып алады деп. Енді Алуа, бізде кездесуде айдарлар бар. Яғни ол ойындар әртүрлі. Қазір бізде соңғы рет деген айдар. Бұл айдарда сізге бірнеше сұрақ қойылады. Соңғы рет не істедіңіз? Сол сұраққа тез, жылдам жауап беруіңіз керек. Дайынсыз ғой? Боксерларға ондай сұрақ қоймады. Алыс отырған жақсы болды. Кеттік, бастадық. Алуа соңғы рет қашан жылады? Әлем чемпионатында. Осы. Соңғы рет қашан өтірік айтты? Есімде жоқ. Өтірік айтпайсыз ба жиі? Айтпауға тырысамын. Айтпауға тырысамыз. Жақсы. Алуа соңғы рет қашан қатты ұялды? Білейін. Кеше. Қандай оқиға? Кеше Золотое яблокоға кірген болатын. Сөйтіп сыйлықтар алып жатырмын ғой. Сыйлықтар алып жатқам. Барлығын алып жатқаннан кейін 2 ерлі-зайыпты жұп келді. Сөйтіп жаңағы әйелі айтып жатыр маған, сізді танып қойдық, көп рахмет, еліміздің атын шығарып жатсыз, сізбен суретке түсуге бола ма деп. Әрине деп жатырмын, мазаламағаныңызға кешіріңіз дейтін. Жоқ деп жатырмын да, келе беріңіздер суретке түскеніңізге, келіп жатқаныңызға көп рахмет деп сөйтіп жатқам. Сөйтсем, сізге сыйлық алып берейік осы жерден дейді. Жоқ, рахмет деп айттым. Сөйтсем, екеуі кеткен болатын.
сөйтіп мен де мәз болып ой күшті деп барып енді кассаға келіп тұрғанмын төлейін деп сөйтсем келіп тұр қасыма біз сізге алып берейік деді жоқ қажет емес дедім сыйлық болсын деді бұның өзі де сыйлықтар дедім да менің атымнан басқа кісілерге сыйлықтар десем жоқ енді бізден сыйлық болсын сізге еліміздің атын шығарып жүрсіз рахмет сізге деп төлеп берейік деп төлеген болатын сол кезде енді соммасы аз емес еді қанша айтпай ақ қой жаңағыдай бір 200 мыңдай ма әлде оған жоғары одан да жоғары сол төлеп берді ма иә сол мен негізінде сол кезде кәдімгідей ана жерде күшті риза болып иә қалдыңыз ғой өте риза болдым бірақ күтпеген жағдай танымайтын кісілер мысалы бізге сыйлықтар беріп жатады өте қымбат сыйлықтар беріп жатады оған шүкір рахмет бірақ ол танитын адамдардан спонсорлардан сондай да а бұл жерде күтпеген жағдай танымайтын кісілер келді да төлеп берді ұялып кеттім шынында ана жерде не істерімді білмей қалдым жоқ қажет емес деп айтып отырмын ғой сөйтіп жоқ жоқ деп екеуі сөйтіп күшті болып кетіп бара жатыр мен де жаңағы золотой яблокодан шықтым да отыратын орындықтар бар ғой 10 минуттай отырдым ғой осылай келесі сұрақ алуа соңғы рет қашан өзін шын бақытты сезінді шын бақытты әкемді қуантқан кезімде көбінде осындай жетістіктерге жетіп жатқаннан кейін әкем қуанса мен бақыттымын негізінде өйткені қазіргі уақытта енді анамыз өмірден өтіп кетті енді барлық анамның көрмегенін әкем көрсекен деген сондай мақсат әумин әкеңіз аман болсын алуа енді ары қарай жалғастырайық иә алуа соңғы рет қашан ғашық болды болып көрмедім ондай қатты не болған жоқ негізінде менде де сондай бірақ жауапты махаббат па ол жауапсыз махаббат болды ма сезім бір жігітке енді туған уақытта көбінде андай адаммын ішімде бәрін ұстап жүретін біреуге айту немесе өзінің сезіммен бөліспегенмін сонда осы уақытқа дейін ғашық болмағансыз ба ондай қатты жоқ ондай қатты кішкене болсын ғашық болған шығарсыз кішкене ұнатқан кездер былай болған шығар бірақ оны айтпадыңыз иә ол адамға жоқ спортта ма ол жігіт жоқ қазбаламаңыздар деп таразда ма деп сұрасаң қай мектеп десе қай район алуа қашан соңғы рет қарыз ақша сұрады 2022 жылы 2022 жылы иә ол кезде біз анам ауыр 2000 өтірік айттым міне соңғы рет өтірік айтқан кезінде 21 жылы анам ауырып жатқан ол кезде қарызға сұраған жоқпыз негізі жаңағы кредит алған болатынбыз одан кейін бірақ Алматы қаласына келіп 22 жылы ипотека алғанбыз сол кезде төлей алмай қиналған болатынбыз сол кезде қарызға сұраған болатын құрбыларымнан қарызға кәдімгідей батып кеткен негізінде қанша миллионға ол кезде бізде кредитім бар еді басында бәрін бірге қосқанда 5-6 миллиондай өйткені анам ауырған кезде біз алған болатынбыз одан бөлек ипотекамыз бар еді тағы да 10 миллион соны төлеп жатқанбыз барлығын төлегенге жетпей жатқан және де өзіміздің де отбасымызбен өмір сүруге жетпей жатқан болатын сол кезде қарызға кіріп қыздардан үлкен сома алған болатын және де ол дәл әлем чемпионатының алдында болды 22 жылғы ол кезде күміс жүлдегер атандым соған дейін үйде бізде бір атмосфера қиындап кетті сол кезде әкем көлігін сатқан мүмкін енді білетін шығарсыздар көлігін сатып сол кезде кішкене болса да маған көмек етіп біз жартылай кредиттерін жапқанбыз кішкене ипотекаға және де төледіңіздер иә сосын жол кіреме әкем берген болатын ол да бір менің жолыма бір батасын бергендей болды емес берді
сөйтіп әлем чемпионатының күміс жүлдегері атанған кезімде ол жақта бізде IBA тарапынан бізге сыйақылар берілген. $50,000 берілді. Бірақ біз жаққа қарай келген ол енді бізде бапкерімізге де бөлінеді. Сол ақша түскен кезінде барып ипотеканы жаптық. Одан бөлек біздің ол кезде федерация президенті кеңес Хамитұлы Райқышев еді, оның тарапынан да $30,000 деп берілді. Ол да енді бапкерімізге бөлінеді. Солардың арқасында қарыздардан құтылдық. Қыздарға бердіңіз барлығын? Иә, солай құтылып, әйтеуір шүкіршілік етіп, сондай болған. Әлем чемпионатында ең ауыр жекпе-жек кіммен болды? Барлығы осы сұрақты қойып жатады. Негізінде жартылай финалда Қытай қызымен. Неге деп айтсаңыздар, бірінші, екінші кездесуде қарсыластарым өзім сияқты екінші нөмірлі, біз енді бірінші нөмір, екінші нөмір болып жұмыс істейді деп айтамыз ғой. Екінші нөмірлі болып жұмыс істейтін тактикада болды. Сондықтан маған олармен оңайырақ болды. Өзім сияқты мен өзімнің жұмысымды жақсы атқардым. Ал Қытай қызы ол бірінші раундтан алға қарай жүріп, қысым жасап, кішкене лас бокста әрекеттер сөйтіп жатқан. Сол бірінші, екінші раундта өте жақсы шықтым. Үшінші раундта шаршағаным қатты білінді. Екеуміз клинчқа кіріп, ол мені итеріп, сөйтіп әйтеуір бітірдік, бірақ ұпай санымен басым түстім. Алуа, енді сіз жалпы мынау UFC немесе кәсіпқой боксқа бет бұруыңыз мүмкін бе болашақта? Енді ол кикбокс сол жаққа қайта оралып, енді жаңа UFC-ге. UFC-де бізде қыздар аянып тұрсын, бірақ UFC-де емес, ол октагонда шығып жүр. Енді сосын UFC-ға бет Сора бұрғысы келеді. Рахмонова шығады деп өткенде айтып еді. MMA-дан шығып жүрген еді. Бірақ қазір ол ана атанды. Мөлдір Әшірбекова деген қыз бар, әлем чемпионы MMA-дан. Бізде қыздар қазір көп. Бірақ өз басым оларға айтам ғой, енді олардың жарыстарына барып көрем. Маған ауыр деймін, сен айтқан көрінсем айтады, сен де адам ұрасың ғой дейді. Мен айтам, бізде қорғаныс бар, мысалы, бізде шлем бар, олардың жаңа қолдарына киетін қолғаптар бізден өте жұқа. Бізде жаңа ішіндегі подклад дейміз ғой, біздікі ол қалың негізінде. Және де кәсіпқой бокстан да біздікі сонысымен айырмашылығы бар. Неге кәсіпқойда көп нокдаун, нокауттар болып жатады? Өйткені жаңа қолғапқа байланысты біздікі 10 унц болса, кәсіпқой бокста 8 унц. Және де жай сол қолғаппен ұрған соққылардан көбінде жаңа гематомалар болып жатады, ісіп атады деген сияқты. Ол кәдімгі ұшқан кезде ол көп демен келеді ғой. Жұдырық деді ғой. Иә, солай. Ал біздің қолғаптар кішкене қалыңдау. Сондықтан да айырмашылық бар. Иә, үлкен айырмашылық негізінде. Бірақ сізде бар ма жоспар сол жаққа қарай кішкене бет бұру болашақта? Енді кәсіпқой боксқа көрмесем, ол енді үлкен сұрақ мен үшін, өйткені оның өзі де бізде былтыр бас киімімізді, арнайы бас киімімізді алып тастап, шлемді алып тастаған болатын. Сол кезде біз 2 жарысқа қатыстық, 3 жарысқа қатыстық. Өте ауыр болды қыздарға. Мысалы, қабақтары жарылған қыздар бар. Оның бәрін қыз балаға ол ауыр. Бет әлпетіне сондай зақым келгені. Және де мысалы ерлердің терілері үйреніп қалған, олар баспен бас соғылған кезде ондай қатты көгеріп, ісіп, ондай болмайды. Бізде қыздарды көрген кезде енді қорқынышты. Сондықтан да мен қолдамаймын. Жақсы. Кезінде Алуа өзің Инстаграмға былай деп жазған екенсің. Әрбір спортшының арманы чемпион болу. Чемпион болдың. Бір жылда 2 дүркін әлем чемпионы болдың. Ендігі арманың? Ендігі арман, енді олимпиадалық спорт түрінде жүргеннен кейін барлық спортшы олимпиада төрінде олимпиада чемпионы болсам деп армандайды.
Және де бізде Азия ойындары бар. Ол да үлкен масштабты жарыс. Және де сол жақтан да біздің енді Қазақстанға алтын алып келсек деген қазіргі біздің бүкіл құрамамыздың мақсаты болып тұр. Барлық спортшы қыздардың. Қыз баланың осындай бокс сияқты, болмаса жаңа кикбокс сияқты бір ауыр спорт түрлерімен айналысқанына әлде қарсы сияқты. Өзіңіз осындай дискриминацияға тап болып көрдіңіз бе? Туысқандардың арасында мысалы, ойбай не керек, қыздардың айналысатын нәрсесі емес қой. Жаңа вокалист те айтыпты мысалы. Бокс деген ол жігіттер баратын нәрсе деген сияқты солай айтатын еді ғой. Рас, кейде осы 1-2 жыл бұрын айтатын, әлі де қоятын түрің бар ма деген сияқты, кеуге шықпайсың ба деген сияқты. Енді арада болды, туған туыстарымыздың да айтқан кездері. Және де енді туыстар жақтан анам кеткен кезінде айтқан болатын, сенің тұрмыс құрғаныңды көрмей кетті ғой деп. Сол кезде енді біз үй ішімен білеміз ғой, анамның не қалағанын. Ол сөйтіп әпкем де айтып қалды. Негізінде анамыз Алуаның тұрмыс құрғанын емес, чемпион болғанын көргісі келген деп. Сондықтан да кейін туған туыстар жақтан ондай тастамайсың ба деген сияқты доғарылды. Қайта одан да алға деп қолдап сөйтіп жатыр қазір. Алуа, жаңа өзің айттың ғой, әкем көлігін сатты, сөйтіп мен жаңағы 2022 жылы әлем чемпионатына жіберді деп. Бірінші рет әлем чемпионы атанған уақытта әкеңе көлік сыйладың. Енді анаңның күрес түрі болғанда, анаңа қандай сыйлық сыйлайтын едің? Енді анамның өзінің мақсаттары үлкен биік етін. Өзі мұғалім болды университетте. Шынында оған қандай сыйлық беретін едім деген қазір ойыма да келіп тұрған жоқ. Өйткені былай қарап отырсам, қазір анамның жетпегеніне жетіп отқан сияқтымын. Өйткені ол ғылым жағынан болғаннан кейін анамның мақсаты академик болу етін. Және де бір сөзі есімде, медаль алғым келеді деген, жаңағы президенттен солай алғым келеді деген есімде, соған жұмыс жасап жатырмын деп айтатын маған. Сол кезде осы Ақордаға барған кезде, бізге құрмет орденін беріп жатқан кезде, сол анамның сөздері есіме түсті. Және де бір жағынан қуанып қалдым, өйткені осыны анам аңсап еді ғой деп. Міне енді Алла тағала маған бұйырып тұр екен, мүмкін қуанып жатқан шығар мен үшін деген бір күшті сезім келді негізінде. Және де кейін үйшіме әпкеме хабарласып, соны екеуміз сөйлескен кезде айтқан болатын. Есіңде ма? Мамамыз өйстіп аңсаған еді ғой деп. Солай. Сол үшін мен қандай сыйлық беретінді де білмеймін негізінде. Бірақ енді мүмкін көзі тірі болғанда, ол енді жүректен шығатын зат қой. Ол кезде бірдеңе енді бір күшті нәрсе сыйласам екен деген ой болады ғой бәрібір. Солай. Алуа, тәтеңіз бізге әпке дейді енді. Жаңа айттыңыз 85-ші жылғы деп, ол кісімен қарым-қатынасыңыз қалай? Өте керемет. Қолдаушым енді шашыңызға кезінде дреде ма сондай жасайтын? Үшінші сыныптан мен андай қазір айтқандай стильный етін сол әпкем арқасында. Ол фотоларыңыз әлі бар? Негізі анамның, әпкемнің орны қазір өте бөлек, бауырым, және де анамның орнын басып отыр. Негізі қазір мен жоқта әкеме қарап отыр, қасында әрдайым, және де қандай бір жарыстарға кеткен болсам қолдап отырады әпкем, күтіп отырады.
айтып кеткен болатын. Осыған дейін де күн болсын, түн болсын, таң болсын, бәрібір қай уақытта жазсам жарыс кезінде маған жауап береді, күтіп отырады, уайымдап. Солай. Алуа, енді өткен шақтан қазіргі шаққа, қазіргі шақтың өзінде де бір ең керемет сәт әлем чемпионаты кезге оралайық, иә. Ол кезде сіз сыйақы берді сізге. Егер құпия болмаса, сол ақшаны қанша ақша екенін білуге болады ма? Негізі белгілі ғой, иә? 100 мың доллар. 100 мың доллар. Оның 30% бапкерге кетеді. Ол 70 мың доллар болып қалады. Енді бірақ енді әзірше біз оны алған жоқпыз. Енді бірақ жоспар бар шығар қайда жұмсаймын деген. Жақын арада. Ойша жаратпайсыз ба, қайда барамын? Әрине, енді қазіргі басты мақсат ол пәтер алу болып отыр. Өйткені біз енді Тараздан Алматыға көшіп келдік. Наурызбай ауданында тұрамыз. Енді кішкене қай ауданда тұрғыңыз келеді? Жаттығу жағына қарай жақынырақ болса екен деген. Абай көшелер, негіз қайда жатсыз? Ақсай бірде жасаймыз. Ең болмаса, мысалы, сол жаққа қарай көреміз енді. Алланың бұйырғаны, енді сияқымыз түсіп, барлығын қарастырып, көріп, ойланып, содан кейін аламыз, бұйырса. Мақсатыңыз, арманыңыздың барлығы орындалсын. YouTube жобамыздың көрермендері алыстамаңыздар, қазір күшті сұрақ болады. Алуа, енді біздің боксшы қыздарымыз бір би шығарады да, әлем чемпионатына барған кезде. Би шығарады, сосын ол TikTokта танымал болып кетеді. Тренд болып, жұрт соң қайталап, жалпы жеңісті осылай билеп тойлау деген кімнің идеясы? Кім бастады бәрі? Барлығын енді айтып кетсек, 2022 жылы Иордания мемлекеті Аман қаласында Азия чемпионаты болған. Сол кезде барлығымыз рингке жиналған болатынбыз, құрамамен суретке түстік. Одан кейін жаңағы енді араб мемлекеті болғаннан кейін арабша өлең қосылған болатын. Сол кезде бізге сол кезде біздің жанкүйерлер сол Иорданияда тұрып жатқан біздің отандастарымыз келген. Интернет жүйесінде бар, мүмкін көрген болатсыздар. Сол кезде билеп кеткенбіз. Және де мен бапкерім ұйғыр кісі, сондықтан да кішкене ұйғырша, қазақша қосып бір билегенбіз. Сол видеода тарап кеткен етін. Және де қазіргі уақыттағы жасалып жатқан контенттердің барлық идеялар жарыс басталмай жатып, оны біздің баспасөз хатшымыз Назерке Сұлтанбек және оның командасы құрады өздері. Біз жарысқа міне кетеді деген бойда олар жаңағы рилстардың барлығын жинап, осылай түсірсек медальдармен деп айтқан болатын. Және де алдыңғы Сербия мемлекетіндегі тарап кеткен рилс сол кезде біздің жаңағы федерация тарапынан біздің жаңа айтып кеткен кісілердің арқасында сол биді жасаған болатынбыз. Және де осы соңғы рет әлем чемпионаты бітті. Марапаттау барлығы біткеннен кейін жаңа Назерке Сұлтанбекпен Есмырза деген жігіт және де Даниял Бердімұрат үшеуі келіп осылай осындай контент түсірсек деген еді. Енді көбі айтып жатады, неге тек бірінші орындар ғана түсірді деп. Ол кезде көп қыздар, орын алған қыздар бөлмеде болған жоқ, қонақ үйде болған жоқ. Сондықтан да қай қыздар болды, соларды жинап алдық. Сонымен 3 қыз 3 алтын болып қалды. Енді басқа қыздармен арақатынастарыңыз жақсы? Өте жақсы, Құдайға шүкір. Командамыздың ауызбіршілігі керемет. Бәріміз бір-бірімізді қолдауға тырысамыз. Және де ұлтқа бөлмейміз. Жағынан өте керемет. Кездесу YouTube жобасында бізде тағы да бір айдар бар, ол TikTok тренд. Норм, стрём деген. Бірнеше сұрақ қойылады, оқиға. Сіз норм, стрём екенін айтуыңыз керек. Дайын болсақ кеттік. Жақсы, бастайық. Алуа, жігітпен мейрамханаға барғанда шотты бөліп төлеу.
стрём. Өзіңнен жасы кіші жігітке тұрмысқа шығу. Норм. Сүйіктіңнің телефонын тексеру. Стрём. Жігітке сезіміңді бірінші болып жеткізу. Норм. Бірақ мен жеткізбегенмін. Қыздың боксшы жігітке тұрмысқа шығуы. Норм. Сүйіктің үшін спортты тастау. Стрём. Әйелі күйеуінен көп ақша тапса. Стрём. Ата енемен тұру. Норм. Тикток тренд аяқталды. Тикток тренд аяқталды. Алуа, сізге сұрақ туындап тұр тағы да. Жалпы, сіздің ойыңыздағы идеал жігіт қандай? Болмаса сіздің типажыңыз біліп алайық. Енді қазір мысалы сіздер онша сұхбат бере бермейсіздер, иә? Сізге қолы жетпей жүрген жігіттер бар. Бір жақындай алмайды, мысалы. Сосын бүгін енді осы кездесуді көріп, так, мен Алуаға келетін сияқтымын деп. Сөйтіп, мүмкін Инстаграмнан жазып, танысып деген сияқты ғой. Енді ол үшін біз сіздің идеалыңызды біліп алуымыз керек. Енді әр қыз менің ойымша әкесіне қарап ол да ұл өзімнің әкемен қарап, негізінде анам мен әкемнің махаббатын көрдім. Енді бүйтіп көрсетпесе кинодағындай, бізде ондай болған жоқ негізінде. Бірақ әкемнің тірлігімен, жасаған ісімен қалай жақсы көргенін көрдім. Сондықтан да әкем өте адал кісі болған. Көп нәрсеге үйретті анамды. Сондықтан да ең бірінші ол адал, жанашыр жан, қолы ашық, және де оқыған болса деп ойлаймын. Өйткені ең болмаса шетел көрген, шетелде қандай менталитеттер деген сияқты, қандай ұстамдар, сол жағы. Дене бітіміне әрине бойшаң. Енді спортпен айналысу міндетті түрде деп айтпаймын, спортшы болсын деп. Бірақ енді кішкене болса да спортқа жақын, спорт түсінетін, мені қолдай білетін. Хотя бы күніне 10 мың шақ жүретін десе. Енді өзіне қарау керек қой, ненде болса дұрыс па? Спортпен айналысу дегенде кәсіби түрде дегенім ғой. Негізі спортпен айналысқаны өте жақсы. Өйткені ол кісі мені де түсінетін болады. Мені қолдайтын, және кішкене болса да фанатик болса керемет болады. Қара торы, сары. Жанар енді өзіме келіп тұрған. О жағы маңызды емес негізінде. О жағы маңызды емес. Жүрекке әмір жүрмейді дейді ғой, мысалы. Парақшаңызда бір оқырманыңыз былай деп жазып қойыпты. Осындай әдемі, нәзік қыздың адам ұратынына кім сенеді деп жазыпты. Рингтен тыс төбелескен кезіңіз болды ма? Тек мектеп кезінде. Мектеп кезінде ғана болған. Бастапқы кездерде. Спортпен кәсіби түрде айналыспай тұрған кезде. Жаңа айтып кеттім ғой, мектепте ұлдармен өйстіп ерегісіп қалатын кездерім болады, төбелесіп қалып. Кейін спортпен айналысып бастаған кезде әкемнің сөзі бар. Сен біреумен төбелесіп қалатын болсаң, бірінші күмән барлығы сенен іздейді. Сенен күмәнданады, өйткені сен қолдарың енді үйреніп қалғансың, сен қалай ұру керек екенін білесің, сондықтан да бірінші сен кінәлі боласың дегендей. Міннің бәрін сенен іздейді деп сөйткен едім. Оның доғаруың керек деп, одан бөлек құрама командаға кіргеннен кейін, ол да бізге үлкен жауапкершілік. Ол жерде, егер сен сондай тәртіпке бағынбай, жаңағындай төбелесіп сыртта сөйтіп жүретін болсаң, айлықтан қысқартады деген сияқты. Одан бөлек құрамадан шығарып тастайды деген сияқты сондай шектеулер бар еді. Сондықтан да тәртіпті болып жүруге тырысамыз. Күшті. Жақсы. Енді біз, құрметті көрермен, дәл қазір біз Алуаның сүйікті боксшысын анықтаймыз. Иә. Бұл енді оңай, сізге оңай болу үшін боксшылардың, спортшылардың аттарын айтамыз, сіз біреуін таңдайсыз. Бастаймыз ба?
не ма Мынау ма әлде Мынау ма әлде мынау ма? Так, Санжар Тәшкенбай ма әлде Махмуд Сабырхан ба? ауыр сұрақ. Екеуі де мықты боксшы, екеуі өте мықты. Санжар өте жылдам, Махмуд та жылдам, және де тактика жағынан өте мықты. Білмеймін. Адами тұрғыдан да қарастыру керек сияқты. Енді Махмудпен жақын араласамыз. Онда Махмуд Сабырхан дедіңіз, иә? Махмуд Сабырхан ба, әлде Төрехан Сабырхан ба? Ох, екі ағайынды, екеуіне легенда деп айтам, екі інілерім ғой негізінде. Төреш деп айтам, Төреш өзі жарқын жүзді жігіт, әрдайым әпшеу деп күтіп алады. Тәрбиесі өте жоғары, екеуінің де тәрбиелері өте жоғары негізінде. Ата-анасына көп рахмет. Махмуд кешір. Жақсы. Төреш. Төрехан Сабырхан ба әлде Нұрбек Оралбай ма? Төреш. Төрехан Сабырхан ба, әлде Айбек Оралбай ма? Айбекпен де өте жақсы араласамыз. Енді Оралбайлар менің жерлестерім. Айбекке де құрметім өте жоғары, капитан ретінде. Бірақ Төрехан. Төрехан Сабырхан ба әлде Данияр Елеусінов пе? Енді үлкендер жақары еді. Данияр Елеусінов енді көбі салыстырып жататын, алуа осы Данияр Елеусіновтің тактикасына ұқсайтын сияқты, ол да күшті билейтін, алуа да билейді деп сөйтіп айтатын. Бірақ Бәрібір Төреш дейді. Солай ма? Иә. Тамаша. Күшті. Төрехан Сабырхан ба әлде Серік Сәпиев ағамыз ба? Так. Серік Сәпиев. Бірінші екі дүркін әлем чемпионы. Кешір Төрехан. Бұйырса Төрехан өте керемет биік шыңдарды бағындырады деген сенімдемін. Және де ол екі дүркін әлем чемпионы деп қоймай, қазір енді бірінші рет болып отыр. Сондықтан екі дүркін емес, менің ойымша әлде бірнеше дүркін әлем чемпионы болады деген ойдамын, және де олимпиада чемпионы болады деген ойдамын. Әумин. Серік Сәпиев пе, әлде Бақыт Сәрсекбаев па? Серік Сәпиев. Серік Сәпиев пе, Бақтияр Артаев ағамыз ба? Бақтияр Артаев біздің жерлесіміз. Бақтияр Артаев. Бүгін байқадыңыздар ма, жерлестер отырып алыппыз. Бақтияр Артаев. Жақсы, Бақтияр Артаев ағамыз ба әлде Жәнібек Әлімханұлы? Бақтияр Артаев. Сонымен? Яғни Алуаның сүйікті спортшысы Бақтияр Артаев болып шықты. Жақсы. Негізі бізде Назым жаңағы футболкалар шығарып сөйтіп жатқан. Біз әлем кубогы Астанада болған кезінде күшті өзінің НК деп шығарған болатын, реклама болып кетті ма, бірақ сонда да сол кезде айтқан болатын, қандай принтта жасап берейін деп айтқан кезінде Бақтияр Артаев ағамыз маған жасап бересің бе деп. Сол енді қазір сұрақтарыңыз бойынша өзімнің де таңдауым расталып жатыр екен. Тамаша. Енді жеке өміріңізге қарай кішкене ойсайық тағы да. Жаңа өмірімде бір шын ғашық болып көрмеппін дедіңіз. Яғни басыңыз бос. Осы жерін кесіп салып қойық. Басыңыз бос деп па? Басыңыз бос. Жоқ, не бар деп па? Алуа, рахмет сізге, бір жақсы сұхбат болған сияқты. Енді бізде соңғы айдар бар, ашық микрофон деп аталады. Сіз өзіңіз мысалы кез келген адамға ішіңіздегі жалпы не айтқыңыз келеді, соны айтуға болады. Мүмкін жанкүйерлеріңіз. Болашақ жаңа типажыңызға. Жанкүйерлерге айтатын болсақ, әрине оларға үлкен рахмет.
бізбен біздің мұңымызда да қуанышымызда да бірге болып жатқан, қолдап жатқан жандар өте көп. Қазір енді қайда бір адамдарды, танып жатқан адамдарды кездестіріп қалсам, барлығы айтады, отбасымызбен көріп, кәдімгідей жанкүйер болдық, сіздер үшін өте қатты уайымдадық, қуандық деп жатады. Осындай артында халқым, елім тұрған кезінде қалайша мен осындай жарыстарда керемет дәрежедегі өнер көрсетпеймін деген сияқты. Халқыма көп рахмет деп айтқым келеді. Негізінде сіздерге Алла разы болсын, зор денсаулық болсын. Сіздерде шаршамаңыздар бізді қолдауға, бізде еңбек етуден шаршамаймыз. Рахмет. Алуа, көп рахмет келгеніңізге. Табыс тілейміз. Жаңа айттыңыз, әрбір спортшының арманы чемпион болу, одан кейін олимпиада чемпионы болу. Сол сәт тез туып, Алуа келесі жолы бірнеше дүркін әлем чемпионы, олимпиада чемпионы Алуа деп шақырып отырайық. Бұйырсын. Көп рахмет. Рахмет. Кездесуде кездескенше.